Сәлем достар. Бүгін мен ерте тұрып, анаға құрмет деген музейде өте керемет мастер-класс болайын деп жатыр екен деп құрбым айтты, ести салып. Құрбым екеуміз осы мастер-классқа келіп қалдық. Айдана деген дизайнер қыз киізден картина жасау мастер-классын ұйымдастырған екен. Өте керемет мастер-класс. Кезінде әжелеріміз сырмақ сырып, киіз басып жасаған ғой. Соны қазір заманауи түрінде қалай жасайды, соны көріп үйрендік. Әрқайсымыз өзіміз қалаған оюды, мүсінді осы киізден қазір картина қылып басатын боламыз. Жаңа адамдармен таныстық, өте керемет орта, энергия алмастық бір-бірімізбен. Енді киіз басу оңай нәрсе емес екен. Осы картинаның өзіне кәдімгідей күш керек екен. Менің енді бірінші алғашқы жұмысым, кейбір жерлер жұқа болып қалғаны болмаса, осындай өте әдемі болып шықты. Үйге келіп, балаларды киіндіріп, қонаққа шықтым. Қала сыртында бір ауылға бара жатырмын. Қазір қаланың іші кішкене пробка екен. Пробкалатып, бір 30-40 минуттың ішінде жетіп алдық аман-есен. Ауа райы күшті болып тұр, күн ыстық. Айтөре өстіп жүрем деді, кішкене рұқсат бердім, енді күн өте ыстық болып тұр екен. Ойнап алсын деп күн салқындап кетсе, енді құмға бармаймыз, құмды баспаймыз. Туған күннен қайтып, кешкі базарға кіріп, малина, клубника, ежі малина алып алдым. Қысқа дайындала берейік деп. Мен бұларды қазір қайнатпай жасаймын. Сіздер қалай жасайсыздар? Барлығын жақсылап жуып, тазалап аламын да. Одан кейін бір ыдысқа барлығын салып аламын. Мысалы, қазір ең бірінші ежі малинаны жуып тазалап, осылай үстіне көз мөлшермен ғана қантты саламын да. Одан кейін өстіп блендермен мұжып, жақсылап араластырып, ыңғайлы ыдыстарға құйып, морозилікке қатырып қоямын. Бізге солай жасаған ыңғайлы. Жылда осылай жасап жүрмін. Вареньені негізі қайнатпауға кеңес беремін сіздерге. Қайнатсаңыздар, кішкене бойындағы витаминдер кетіп қалады. Егер өстіп свежий күйінде тоңазытқышқа қатырсаңыздар, бойындағы витаминдердің барлығы сол қалпы сақталады деп естідім. Енді кезекте менде мұнда малинаны да дәл солай көз мөлшермен қантын көп қылып салмаймын. Қантын аздау қыламын, өйткені ол тоңазытқышта тұрады. Қанты аз болса да ашып кетпейді, еш нәрсе етпейді. Барлығын өстіп мұжып аламын. Міне, мына жақта ежі малина. Енді қазір клубниканы да дәл осындай блендермен жақсылап езіп аламын. Сіздер де егер осындай свежий, өте дәмді варенье жегісілеріңіз келсе, жасап көріңіздер. Міне осындай өзіме ыңғайлы бутылкаларға салып қойдым, шетінен шығарып, жібергенге ыңғайлы. Мына жақта мынау малина өте қанық түсті, мынандай қою, темный цвет болып тұрады, а клубника сонда ашық түсті. Сразу білесіздер, бүйтіп қараған кезде, егер ажырата алмай қалам десеңіздер, фломастермен сыртына жазып қойсаңыздар да болады. Малинаның сүйегі осылай тұрады, клубникада цветі де басқаша, сүйегі де жоқ болып тұрады. Міне осы менің жасаған вареньелерім. Бұйырса енді қысқа вареньелер дайын. Енді кішкене көп емес банка жауып қою керек. Вареньені жасап қатырып, өзімше риза болып жүрсем, мына жақтан бір тышқан құлады, кішкентай баласы. Қорқып кеттік. Значит, крышада тышқан бар деген сөз. Үйде қонақ апай бар еді, сол кісі ұстап берді, көмектесіп банкаға салып, жан-жағын тесіп қойдық, өліп қалмасын деп. Қазір далаға шығарып жібере саламын. Балам қызық көріп жүр ғой, сол кішкене көре тұрсын деп. Одан кейін барлық үйдің жұмыстарын бітіріп, қалаға жұмыстарымызбен шықтық, кештетіп үйге қайттық. Біз үйге қайтқанда осындай жаңбыр, дала салқын болып тұр. Енді күз келді дегенмен жаңбырлы сезон басталды деген сөз. Ауа керемет болып тұр.